Escape the Backrooms. Бұл ойынды сіздерге түсірем деп айтқан болатынмын. Міне осы сәтте келді. Backrooms туралы мен мына видеода айттым. Бүгінгі видеода енді мен сіздерге Backrooms ойыны туралы айтып шығамын. Бұл ойында қалай ойналатынын және де тағы да басқа. Видеомызды көп созбай бастайық. Бұл ойын бір жағынан қорқынышты болып көрсе, бір жағынан күлкілі болып көрінеді. Қорқынышты жағы бұл ойынның атмосферасы және де бұл ойындағы монстрлар. Күлкілі жағы бұл ойынды достармен ойнасаң, точно күлкілі прикол болады. Бұл ойында достармен күлкілі қызық болады, өйткені көптеген монстрлардан приколмен қашасың. Мысалы міне орыс ютуберлердің видеосы. Олег, пока. I'm just a little Ukrainian boy from Luhansk Oblast. Please don't kill me because I'm speaking non-government language. Please don't kill me. I can also speak Ukrainian, Bulgarian. Олег. Тағы да міне. Я не могу уже. О, я смотрю, поездочка для вас вообще обалденная была. О-о. Вы сказали Киев? По правилам, блядь, нахуй. Двери, Олег, пожалуйста. Фонарика в него свети. Көргендеріңдей бұл ойында достармен ойнаған қызығырақ. Біз онда ойынға да көшейік. Ойын енді бастағанда біз 0-ші уровеньде шығамыз. 0-ші уровень осы экранда көріп тұрған жер. Әр уровеньдерде өздерінің монстрлары бар. 0-ші уровеньде қалай өтуді айтатын болсақ, біз онда бірінші дұрыс жолмен жүруіміз керекпіз. Дұрыс жолмен жүрсек, осындай жерге жетеміз. Бұл жақта лестницалардың аяқтары тұрады. Осы аяқтарды алып, алдымыздағы лестницаға қоямыз. Сөйтіп, үстіндегі ключті аламыз. Кілтті алғаннан кейін өзінің ашатын есігіне қарай барамыз. Ол есікке барудың өзі де көп уақыт алады екен. Сондықтан ускорить ете салдым. Есіктен қарай өткеннен кейін алдымызда препятствие шығады. Бұл арқылы өтуіміз үшін балансировать етуіміз керекпіз. Бірақ құлап қаламыз. Ары қарай біз осы экрандағы жолмен жүріп, бір сызықтарды тауып аламыз. Ары қарай уже түсінікті. Сызықтар арқылы жүреміз. Сызықтар арқылы жүріп, біз осы жерге келеміз. Лестницаға мініп, қара түнектің ішіне кіріп кетеміз. Сөйтіп біз бірінші уровеньге жетеміз. Бұл бірінші уровень, ал бағанағы жер 0-ші. Бұл уровень бағанағы уровеньнен қиынырақ. Бұл жақта аман қалып өмір сүру үшін бізге минералды сулар ішіп жүру керек. Ол минералды суларды шкафтардан табуға болады. Және де минералды сулар адамға күш қосады десек те болады. Өйткені әртүрлі монстрлардан қашқаныңда саған жүгіруге күш қосады. Міне өзі де минералды су. Сыртынан қарасаң кәдімгілей су бутылкасы сияқты. Темадан алыстап кеткен сияқтымыз. Ал онда ойнауын айтайық. Әртүрлі шкафтар, тартпа, столдардан керекті өздерімізге заттар алып алайық. Алып болғаннан кейін бір қызыл есікке баруымыз керекпіз. Ішіне кіріп, осы головоломканы орындаймыз. Осы головоломканы бағанағы бастағы есікке жазамыз. Жазғаннан кейін бізге лифт ашылады. Астыңғы этажға түсуіміз керекпіз. Бұл жақта енді сақ болуымыз керекпіз, өліп қалмауымыз үшін. Өйткені бұл жақта монстрлар жүреді. Бұл жақтағы ең басты целіміз кілттерді табу. Міне монстр. Ол монстр біздің облигімізға кіріп алып, бізді алдайды. Алдау арқылы өлтіріп тастайды. Короче, достар, осылай қашып жүрмесең, олар сені ұстап алып, крамсат етіп, жеп қояды. Короче, дела плохи болады. Достар, жинаған кілттерімізді осы жерлерге саламыз. Бәрін салып, бұрағаннан кейін қашып кетуге болады. Міне бір кілт, міне екінші кілт, сосын міне бір момент. Бұл адамнан құбыжыққа айналып кетеді. Барлық кілтті бұрағаннан кейін есікте ашылады. Вот.
Ары қарай қалай өтетінін айтпай қойын, өйткені қиын. Негізі бұндай уровендердің көптеген мыңдаған түрлері бар. Мен олардың бәрін айтып шығуым үшін сіздерге көп уақыт өтеді. Лучше мен сіздерге тағы 2 уровень айтып берейін, бірақ қызығырақ. Экранда тұрған уровеннің аты көңілді, фан. Бұл жақта сен столдың астына тығылу арқылы қашуың керексің. Монстр сені қуалап бара жатқанда бірден столдың астына тығылып қаласың, әйтпесе никак. Бұл уровеньді өту үшін сен тыныш болуың керексің, және де көздеріне көрінбеуге тырысасың. Видеоны ускорить етіп тастадым, өйткені көп уақыт кетті. Көруге де көп уақыт кетеді сіздерге. Бұл жерде маңызды бұл тыныш болу және де көздеріне көрінбеу. Осы моментте қорқынышты болып кетті. Талпа монстрлар артымнан қуалады. Бірнеше жол жүргеннен кейін біз осы бөлмеге келеміз. Есіктен өтіп осындай бөлмеге де түсеміз. Бұл жерде тек қана тіке кетуіміз керекпіз. Сөйтіп осы жерден уровень фанды өтіп кетеміз. Бұл жерден бұл уровень бітті десек те болады. Келесі 2-ші уровеньнің аты мынандай. Аты жоқ. Бұл уровеньде біз тоқтамай жүгіреміз. Тоқтап қалсақ артымыздағы монстр бізді жеп өлтіріп тастайды. Ол монстрлардың аттары Смайлер және де Тусовщик. Тусовщик бағанағы көңілді уровеньнен кездескен монстр. Смайлер болса қорқынышты, ауада ұшып тұратын, күліп тұратын монстр. Міне өздері. Бұл уровень шағын, қатты қиын емес нәрсе, бірақ қорқынышты. Шын өмірде сондай нәрсе түсіп кетсең, жаман қорқынышты болады. Бұл уровень бітті. Видеоны лайк басып қойыңыздар, сіздермен бол Амангелді Ернұр.